біздің басты мақсатымыз. Ғылыми теориялық зерттеу ісімен айналысу, танымдық кеңістікті ой өрісті дамыту, экономикалық қарым-қатынастар құру, психологиялық, әлеуметтік мәселелерді талқылау, шешендік өнерді дамыта отырып тың идеяларға қанаттану. Сондай-ақ өзің таңдаған идея желісіне тет форматына баяндама жасау. балалар, үздік идеялар иесі атағай! Біздің бұл жобада асар асуымыз әлі алда. Мен еліміздің кемелді келешегі келісті болуына атсалсын. Жел энергиясы туралы желіде ескен актуалды ақпараттар тек менде ғана, тек қалыс қалма. Айбын ымақта Алаштың ардақты азаматтары, біздер тұрғанда алынбасыз қары бұзылмас қамал жоқ. Біздің ғасыр, егер сен көшбасшы оқушы болғың келсе, менің талаптарыма құлақ тұр. Жоба мені ғана таңдайды. Сән әлеміне жаңа сәл көсін сыйлаймын. Білгің келе ме? 21 ғасырдағы кино мәдениетін бірге талқылайық. Жастарды жігерлендіретін жалынды сөзбен жұртты жоп қаратамын. Мен өз ісімнің лидерімін. Бұл жобада жүлде тек менікі. Қоғамдық және ғаламдық қызықты факторлерді білгенсе, бізге қосыл. Мен өз мотивациям туралы ашылмаған құпиямды ашамын. Қоршаған орта тек мені ғана таңдайды. Тек мен ғана жүлдегер болуға лайықтымын. Қарсыласқа сәттілік! Қайырлы күн! 30-90 мектептің оқушылары мен айбыны мықты ұлттық телеарна көрермендері. Бүгін жаңа бастама, жаңа жоба, жаңа жүлде. Дәл қазір тікелей эфирде 3-ші мегаполис Шымқала төрінде бүкіл әлем көз тіккен TED 2018 жобасы таратуға туралы идеялар айтармен аталып өтуде. Осынау керемет фестиваліміздің қуанышын бөлісіп отырған көрермендер қайдасыңдар? TED клубының мүшелері тың идеялар тыңдауға осынау елорда жерінен елін сүйген елбасының өзіне келіп отыр. Және де біз осы керемет кештің куәсі боламыз. Міне қазір бірер сәттерде TED клубының президенті Егенбердиев Серқасымұлы келіп жететін сәт болды. Және де өзі келе жатыр. Қандай жетістіктерге жеттіңіз? Атап өтіңіз. Мен нөмір 90-шы жалпы орта мектепте оқып жүріп, адамның руханиясын дамытуға шығармашылықты зерттей бастадым. Мен адамның руханиясын дамуына жол бермеймін. Сіздің осы жобадан бөлек қандай өнеріңіз бар? Жігітке жетелерде азайты дегендей, біз TED клубымен бірге би өнерін тамашалаңыздар. Қазір сонымен біз сізді таң алдырмақпыз. Әнекей тамашалайық. Қорғап терлеген батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, женін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы. Байлығы мол тағы бар жоқ жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көк қаласы. Қазақстан